30-шы есеп. 300 айналым жасағанда 565,2 метр өткен дөңгелектің диаметрін табыңыз. Пи санын 100-дік үлеске дейін дөңгелектеңіз дейді. Жазып қояйық, бізде айналым саны n деп белгіленеді. n 300-ге тең. Және жүріп өткен жол s деп қояйық. Ол 565,2 метр. Бізге дөңгелектің диаметрін табу керек. Енді былай қарайық. Мынау дөңгелек болсын, және ол мына жерде. Осы жермен жерге тиіп тұрсын. Ол айналып келіп, мына жерге жеткен кезде, тағы да осы жермен түскенде ол бір айналым жасайды. Мынау бір айналым. Және ол бір айналым жасағанда өзінің ұзындығын жүріп өтеді, яғни оның жүріп өткен жолы өзінің ұзындығына тең. Егер біз оның жүріп өткен жолы өзінің ұзындығына тең екенін білсек, және ол өзінің ұзындығын бір айналым жасағанда жүріп өтетінін білсек, біз оның ұзындығын мынандай формуламен таба аламыз. Яғни жолды айналым санына бөлсек, біз шеңбердің ұзындығын таба аламыз. Осы формулаға салу үшін біз бірінші жолды сантиметрге айналдырып алайық. Ол үшін осы санды 100-ге көбейтеміз, яғни ол 565, 20, яғни 56.520 болады. Үтір 2 орын алдыға жылжиды. Енді формулаға салайық. Ұзындығын табу үшін біз 56.520-ны 30-ға бөлеміз. Онда нөлдер қысқарады. Мына жерге бағандап бөліп алайық. Елу алтыдан береміз. 1, мұнда 30 болады. Азайтамыз 26, 265, 5-ті түсіреміз. Мұнда 8-ден береміз. Азайтамыз 240-ті. Азайтқанда 25 болады. 2-ні түсіреміз. Тағы да 8-ден береміз. Азайтамыз 240-ті. 12 болады. Мына жерден үтір беріп, 0-ді тіркейік қасына. Үтір беріп, онда 0 түседі. 120-ны 30-ға бөлсек, 4 болады. Азайтамыз 120, сонда 0 болады. Енді біз бөлгенімізден 188,4 шыққанын білдік. Ал ұзындықтың формуласы ол диаметр көбейтілген пи санына тең. Ал пи саны бізде ол 3,14-ке тең. Ол тұрақты сан, ешқашан өзгермейді. Оны 100-дік үлеске дейін дөңгелектегенде де ол осындай болып қалады. Енді біз осы формуладан диаметрді таба аламыз. Диаметр ол ұзындық бөлінген пи. Біздің ұзындығымыз 188,4. Ал пи саны 3,14. Енді бөлуге ыңғайлы болу үшін алымында бөлімінде 100-ге көбейтейік. Яғни үтірлерді алдыға жылжытайық. Сонда 188. Үтірді 2 орын алдыға жылжытсақ, мұнда 1 0 қосылады. 18.840 болады. Ал 3,14-тің үтірін 2 орын алдыға жылжытсақ, ол 314 болады. Енді осыны бағандап бөлейік. 188, 40, 314. Мұнда 6-дан береміз. 24, 2 ойда 6, 8, 6-ны 3-ке 18. Мынау соңындағы 0 мұнда келіп тіркеле салады. Демек, диаметріміз 60 сантиметр. Ал бізге дөңгелектің диаметрін табу керек болған. Демек, нұсқалардың ішіндегі дұрысы А нұсқасы.